Сәлем достар. Мен постаматқа келіп, Каспийден келген заказдарымды алып кетіп жатырмын. Үйдің қасында, заправкада осындай бізде постамат бар. Бір жақсы жері, қалаған затында, керек затында заказ беріп қоясың. Үйдің қасына келіп тастайды, аралап, уақытыңды кетірмейсің да. Сонысы жақсы. Қазір сіздерге көрсетемін не заказ бергенімді. Бұл жерде менде нан салғыш. Үлкен размерде болып келген сияқты, коробкасына қарасам, мен енді бұндай үлкен болып келеді деп ойлаған жоқпын. Қазір өзім ашып көргенше асығып жатырмын ғой. Мынандай үлкен болып келіпті. Нанды турап-турап ішіне салып қою керек. Осыған, бірақ енді мынау пластиктан қалай болады екен, білмеймін. Качествосы жақсы ма екен, нан көгеріп кетпей ме екен. Қақпағын доскаға пайдаланса да болады екен. Негізі ұнады, өзіме жақсы болып келген сияқты качествосы. Оның бағасы 5000 теңге. Енді мына жақта менде кітаптар. 2 кітап заказ бердім Каспийден. Біреусі 3500, біреусі 5000 ба, ұмытып қалдым бағасын. Сосын көріп, егер сіздерге керек болса, бағасын айтамын. Ата-ана білмейтін қателіктермен. Сосын балам, көңілім саған алаң деген 2 кітап. Осы 2 кітапты оқып болып сіздермен де бөлісемін, қандай кітап екенін. Қызықты ма? Екеуі де бала тәрбиесі жайында ғой енді. Баласы бар ата-аналар түсінеді. Сонымен қазір енді киімімді ауыстырып, тез-тез нан илеп, айранға бауырсақ шелпегімді пісіріп алдым да. Базарға барып келдім, базардан көкөністер алып келдім. Бізде Алтын Орда базарында алма өте арзан. Неше түрлісінен алып келдім. Сары, жасыл, қызыл, барлығынан қазір жуып алма салғышты толтырып қоймасам, то мына жақта жүзім 2 түрінен алдым. Және де көкпияз, лимон, баклажан, сондай брокколи. Керек заттар ғой үйге. Әйел адамдар үйге әйтеуір продукт тасумен болады ғой. Брокколи жақсы көреміз, үйде бәрі жақсы көреді. Перец алдым, лимонды 1 килограмм алдым. Турап-турап қатырып қоюға, өйткені шайға салатын кезде керек кезде лимон таппай қаласың. Магазинге баруға ерініп қаласың 1 лимон үшін. Сол кезде морозильниктен алып, шетінен пайдалана береміз. Қазір міне алманың барлық түрінен жуып жеп көреміз, қалай екен дәмдері. Вазаға толтырып тұрып салып қоймасам, балам алманы жақсы көреді ғой. Базарға бір барғанда өстіп дастарханымыз гүлдей жайнап, бәріміз тойып жеп, сөйтіп қаламыз. Одан кейін айдың соңына қарай барлығы таусыла бастайды ғой қайтадан. Оған да шүкір. Сонымен менде кешкі асқа ондай біреулер шымшыма деп атайды, біреулер шаппасай дейді, біреулер индийский манты дейді. Кім қалай айтқысы келеді, енді сол айтады ғой. Не болса да сол тамақты жасап жатырмын. Өте дәмді болып шығады ғой, енді кішкене жасалуы. Нанды жайып, бәрін отдельно пісіруі болмаса, басқасы оп-оңай. Өстіп, нанын отдельно пісіріп алдым мантаваркаға. Подливын осылай саламыз да жейміз. Өте дәмді тағамдардың бірі ғой. Осымен осылай менің бір күнім өтті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.